Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз жүктемені анықтау үшін сандар бөлімінен, яғни кафедра меңгерушілері өздерінің кафедралары бойынша оқытушы профессор құрамының жүктемесін қалай көре алады, соған тоқталамыз. Ол үшін өзімізге қажетті факультетін, кафедрасын таңдаймыз. Келесі академиялық дәреже, яғни әр академиялық дәреже бойынша жеке жүктеме алғысы келетін болса, қажетті академиялық дәрежені таңдаймыз. Келесі оқу жылы, яғни қай оқу жылына жүктемені құрастыру керек, яғни қай оқу жылының жүктемесін көру керек, сол оқу жылын таңдаймыз. Академиялық кезең, яғни қай академиялық кезең бойынша қарастырылады. Келесі жүктеменің түрлері. Бұл жерде бізде келесі мәндер қарастырылған, яғни жұмыс мөлшерінің тапсырмалары. Егер де бұл мәнді таңдайтын болсақ, келесі аталған мәнді біз қалыптастыруымызға болады, немесе Excel құжат түрінде экспорттауымызға болады. Егер де қалыптастыруды таңдайтын болсақ, бізде осындай формада өзіміздің кафедрамыздың жүктемесі бойынша мәндерді алуымызға болады. Келесі профессор оқытушы құрамының оқу жұмысының мөлшері. Яғни әркез біз ақпаратты немесе есептемені қалыптастыру, немесе Excel құжат түрінде экспорттау, яғни өзімізге қандай форматта керек, сол форматта таңдай алатын боламыз. Келесі бөлім ол бірінші форма, яғни нақты контингент бойынша жүктемені үлестіру үшін кафедра меңгерушісіне арналған жеке оқу жоспарлардан көшірме. Бірінші форманы таңдаймыз. Келесі есептемені қалыптастыру батырмасын таңдасақ, кафедра меңгерушісі үшін, яғни өзінің кафедрасы бойынша қандай пәндер қарастырылған, ол қандай оқу формасында, қандай мамандықтарда жүргізіледі, ол қандай компоненттер болып табылады. Келесі бұл пәндер бойынша қанша кредит саны қарастырылған, қандай оқу тілдерінде жүргізіледі, қандай кредиттер, яғни барлық сағат сандары бойынша оқу жоспарлардан үзінді. Яғни ол өзінің профессор оқытушы құрамының штатын қалыптастыру үшін қанша сағат бар, яғни нақты контингент бойынша соны көре алатын болады. Келесі форма түрі ол бізде жоспарланған контингент бойынша жүктемені үлестіру үшін кафедра меңгерушісіне арналған жеке оқу жоспарлардан көшірме. Яғни бұл форма бізде оқуға қабылданбаған, яғни келесі жылғы бірінші курстарға арналған оқу жоспарларындағы пәндер бойынша үзіндіні шығаратын болады. Бұл форманы таңдағаннан кейін де біз есептемені қалыптастыру мәнін таңдау арқылы өзімізге қажетті мәндерді көре аламыз. Бұл бөлімдегі білім алушылардың саны ол бізде қолданушылар бөліміндегі күтілетін қабылдау бөлімінде, яғни әр оқу жылы үшін білім беру бағдарламаларында біз қанша білім алушыларды оқуға қабылдауды жоспарлап отырмыз, сол бөлімдегі ақпараттарды алатын болады. Яғни кез келген білім беру бағдарламасын таңдайтын болсақ, бұл жерде әр оқу түрлері бойынша қазақ тобына, орыс тобына, ағылшын тобына біз қанша білім алушыларды қабылдауды жоспарлап отырмыз, осы жерге қандай ақпарат толтырамыз, осы ақпараттарымыз білім алушылар саны бөлімінде бейнеленетін болады. Бұл бөлімде кафедра меңгерушілері жоспарланған бірінші курсқа қабылданатын білім алушылар үшін қанша сағат саны бар, соны көре алатын болады. Келесі форма түрі ол бізде білім алушыларды тіркеу үшін мұғалімдер, яғни пән нұсқаушысы туралы ақпараттар. Бұл жоспарланған ақпараттар. Келесі есептемені қалыптастыру мәнін таңдаймыз. Яғни бұл бөлімде де пәндерді көруімізге болады, қанша жоспарланған білім алушыларды көруімізге болады, олар қай топтарда қарастырылғанын көруімізге болады. Келесі сол пәндер бойынша қандай оқытушылар сабақ жүргізеді, сол оқытушыларға қатысты ақпараттарды көре алатын боламыз. Келесі есептеменің түрі ол номер 3-ші есептеме, яғни білім алушылардың тіркелуінің қорытындысы бойынша штаттардың оқу жүктемесін кафедра бойынша есептеу. Яғни бұл бөлімдегі ақпарат білім алушылар жеке оқу жоспар арқылы өздерінің жеке оқу жоспарларын қалыптастырғаннан кейін кафедраның профессор оқытушы құрамының жүктемелері қалыптасады. Яғни бұл жерде нақты қай академиялық кезеңдерде пәндеріміз жүргізілетінін көруімізге болады, қандай топтардың білім алушылары тіркелгенін көруімізге болады, және де бұл топтарда қандай білім алушылардың саны бар екенін көруімізге болады, және де сағаттар саны бөлімінде, яғни бұл пән бойынша бізде қандай сағат сандары қарастырылған, соны көруімізге болады. Және де алдыңғы сабақта көрсетілгендей, әр бақылау түрлері бойынша біз қандай норматив қойдық, сол бойынша есептеулерді көруімізге болады. Яғни аралық бақылаулар бойынша, консультациялар бойынша, экзамендер бойынша, яғни оқытушылардың жүктемесі қалай есептелінетінін көруімізге болады. Және де соңғы бөлімде жалпы осы пән бойынша қанша штаттық сағат есептелгенін көруімізге болады. Және де жалпы осы кафедраға қатысты барлық білім алушылардың тіркелген нәтижесі бойынша сағат сандарының есептелгенін көруімізге болады. Келесі
келесі форма ол номер 4 форма, яғни кафедра бойынша статистикалық есептеме. Көріп тұрғанымыздай, бұл бөлімде кафедра меңгерушісі үшін әр академиялық кезеңде қандай сағаттар қарастырылған, қанша пән саны қарастырылған, және де жалпы кафедра бойынша жалпы қанша пән бар, және де әр бақылау формалары бойынша қанша сағаттар есептелген, сол есептемені кафедра меңгерушісі көре алатын болады. Келесі формамыз ол бізде кафедраның штаттық кестесі. Яғни штаттық кесте әр оқытушы үшін жүктемелер қалай қалыптастырылды, соны көре алады. Яғни бұл жерде біздің кафедрамызға қатысты барлық штаттық кестені көруімізге болады, қанша оқытушылар қарастырылған, келесі оқытушылардың академиялық дәрежелерін, лауазымдарын, және де негізгі оқу жүктемесі қанша, және де оның штаттық бірлігі. Келесі қосымша жүктеме қарастырылған жағдайда қанша қосымша жүктеме қарастырылған. Келесі ескерту бөлімінде кафедрамыз бойынша қандай да бір қызметкер декреттік демалыста болса, сол ақпаратты да бұл бөлімнен көре аламыз. Яғни бұл кафедра меңгерушісі үшін өзінің кафедрасының штаттық оқытушылар бойынша қандай ставкалық жүктеме қарастырылған, соны көре алатын болады. Және де келесі соңғы есептеменің түрі, яғни форманың түрі бізде оқытушылардың жеке оқу жоспары. Бұл бөлімде біз әр оқытушыны жеке-жеке қарастырамыз, яғни өзіміздің кафедрамызға қатысты оқытушылардың тізімі қарастырылған. Келесі, яғни кез келген оқытушыны таңдау арқылы сол оқытушының жүктемесін көре аламыз. Және де бұл жерде ол қандай кафедрада, қандай факультетте жұмыс жасайды, оқытушының толық аты жөні, ғылыми дәрежесі, атағы және де қызметін көруімізге болады. Келесі төменгі бөлімде оқытушының әр академиялық кезеңдер бойынша жүргізілетін сағат сандары, кредит сандары, ол қандай компонентке жатады, қандай оқу тілінде жүргізіледі, оқу формасы және де қандай сағат түрлері қарастырылған, соны көруімізге болады. Яғни бұл бөлімде жалпы оқытушының жүктемесін көре аламыз. Яғни бұл жерде оқытушылардың жүктемесін қалай есептелгенін қарастыратын болсақ, бұл жерде оқу жоспарға сәйкес пәнімізді көруімізге болады. Пәніміз бойынша бізде 5 кредит қарастырылған. Және де білім алушылардың санын көруімізге болады. Яғни бұл пән бойынша бізде 3 білім алушы тіркелген. Келесі оқу жоспары бойынша бізде қанша сағат екенін көруімізге болады, және де нақты қанша сағат, яғни 15 дәріс қарастырылған. Келесі аралық бақылаулар және де консультациялардағы мәндер қалай есептелгенін қарастыратын болсақ, бұл жерде бізде білім алушылардың саны 3. Келесі біздің баптауларымыз бойынша, яғни қорытынды бақылаулар бойынша уақыт мөлшері, яғни бұл жерде бізде аралық бақылаулар үшін қанша мән берілген, және де емтихан алдындағы пәндер бойынша кеңес беруді өткізуге байланысты сағаттардың саны бөлімінде қандай мәндер қарастырылған. Осы жердегі мәндерді білім алушылардың санына көбейтеміз. Яғни бірінші біз аралық бақылауды қарастыратын болсақ, 0,16 мөлшері, яғни нормативі берілген. Келесі бізде білім алушылардың саны 3, яғни осы 3-ті 0,16-ға көбейтетін болсақ, бізде 0,48, яғни оны біз жуықтаған жағдайда 0,105-ті көруімізге болады. Келесі консультация, яғни кеңес. Бұл жердің де мәні, яғни білім алушыларды нормативке көбейтеміз, яғни бізде консультация ол 0,3 қарастырылған, яғни 3-ті 0,3-ке көбейтетін болсақ, біздің консультацияға берілетін сағатымыз 0,9. Яғни осындай ретпен әр бақылау түрлері бойынша, әрбір сабақ түрлері бойынша, баптауларымызға қойған нормативтер бойынша жүйе оқытушылардың жүктемелерін есептейтін болады. Осындай ретпен кафедра меңгерушісі өзінің кафедрасына қатысты оқытушылардың жүктемесін көре алады, және де өзіне нақты қандай да бір оқу жылы үшін қанша жүктеме сағаттары барын көре алады, және де сол сағат бойынша қанша профессор-оқытушы құрам қажет, соны осы формалар арқылы көре алады. Осымен кафедра меңгерушілері үшін профессор-оқытушы құрамының жүктемесін қалыптастыру модуліне арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.